Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәнінен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сіздермен бірге мен, Ербосынова Ғалия Ғалымжанқызы. Бүгін бізде жаңа бөлім болашақтың компьютерлері деп аталады. Сабақтың тақырыбы интернетке деректер жіберу. Оқудың мақсаттары файлдары қоса берілген хабарламаларды электрондық пошта арқылы қабылдау және жіберу. Ал құрметті оқушылар, біз сіздермен өткен тақырыптарды қайталау мақсатында сұрақтарға жауап берейік. Ол үшін сұрақтар қорабын ашып қараймыз. Мінеки, бізге берілген сұрақтар. Бірінші, интернет дегеніміз не? Екінші, қандай браузерлерді білесің? Ал мінеки оқушылар, ойланып көрейікші. Әрине, өте дұрыс. Интернет дегеніміз бұл компьютерлік серверлердің бүкіл әлемдік желісі болып табылады. Ал келесі сұраққа жауап берейік. Біз білетін браузерлер ол Google Chrome, Internet Explorer, Firefox және тағы да басқа браузерлердің түрлері өте көп. Жарайсыңдар, балалар. Енді бүгінгі жаңа сабақты мұқият тыңдаймыз. Бүгінгі сабақтан үйренетініміз электронды почта туралы түсінік, электронды почтаға тіркелу. Тақырып бойынша термин сөздер: электронды почта, электронная почта, email. Интернет желісінде қызметтің алуан түрі бар. Сондай қызметтің бір түрі электронды почта. Бұл интернет арқылы ақпарат алмасу үшін пайдаланылатын қызмет. Электронды почтамен жұмыс істеуге арналған арнайы қызметтің түрлері көп. Соның ішінде Gmail және Mail электронды почталармен біз бүгін танысатын боламыз. Бірінші, Gmail – Америкалық Google компаниясының электронды тегін почта қызметі. Қазіргі таңда дүниежүзі бойынша адамдардың басым бөлігі gmail.com почта қызметін пайдаланады. Сонымен қатар қолданушысы көп қызметтік почталардың бірі mail.ru почта қызметі. Mail.ru ресейлік ірі байланыс порталы. Сонымен қатар mail.kz бұл электронды сервиске арналған ұлттық портал. Балалар, осы жерде mail.ru, mail.kz дәл осы электронды почталардың атауынан қандай айырмашылық көріп тұрмыз? Балалар, байқасаңыздар, ru және kz деген сөздерде айырмашылық бар. Демек, сервер атауында әрбір елдің коды көрсетіледі. Бұл жерде kz Қазақстан деген мағынаны білдіреді, ал ru Ресей деген мағынаны білдіреді. Осы жерде балалар mail.kz ұмытпаймыз, бұл біздің электронды сервиске арналған ұлттық портал болып табылады. Келесі кезекте балалар, біз сіздермен электронды почта жәшігінің адресі туралы түсінетін боламыз. Кез келген жаңадан бастаған тұтынушы почталық қызметке тіркеліп, өзіне тегін электронды почта жәшігін аша алады. Енді балалар, әрбір тұтынушының өзінің жеке почта жәшігінің адресі қалай болу керек екенін үйренетін боламыз. Мінеки, бірінші байқасаңыздар, қолданушының аты көрсетілген. Одан кейін почталық қызметтің аты көрсетілген. Ал дәл ортасында арнайы символ бар. Енді балалар, мысалы ретінде біз қарастырайық. Сұлтан төменгі сызық 2021. mail.ru. Дәл осы жерде Сұлтан төменгі сызық 2021 қолданушы аты. Ал мына тұрған бұл арнайы символ. Ал осы жерде mail домен атауы, ru ел коды. Енді балалар, мына жерде біз есте сақтауымыз керек. Қолданушы өз атын жазатын кезде туылған күнін, атын, фамилиясын кез келген атаумен аша алады. Және де почталық қызметті өз қалауынша таңдай алады. Жақсы, енді біз сіздермен балалар Gmail және Mail электронды почта жәшігін ашуды үйренеміз. Енді біз компьютердегі браузерді іске қосамыз. Дәл қазір Google Chrome браузерін қолданамыз. Іздеу қатарына ағылшын тілінде Gmail сөзін жазып Enter батырмасын басамыз. Енді Gmail электронды почта қызметінің негізгі бетін іздейміз.
дәл осы жерден оң жақ жоғарғы бұрыштан создать аккаунт батырмасын басып, өзімізге қажетті мәліметтердің барлығын енгізу арқылы почта жәшігін ашамыз. Бірінші қадам, аты жөнімізді енгізуіміз қажет. Біз сіздермен Әсел Жандосқызына почта ашамыз. Әсел Жандосқызы. Қолданушының атын ағылшын тілінде енгіземіз. Мінекей бізге тікелей енгізуге болады деген почтаны ұсынып отыр. Егер қаласаңыздар қалдыруға болады, немесе біз өзіміз енгіземіз. Әсел нүкте Жандос деп өзіміздің аты жөнімізді жазып, электронды почтаның атауын қалдыра аламыз. Әсел Жандосқызы. Енді туылған күнді енгізейік. Мінекей балалар, Әсел Жандосқызы 05. Қолданушының аты енгізілді. Келесі кезекте біз құпия сөзді енгіземіз. Құпия сөздің сенімділігі мықты болуы үшін әріптермен қатар сандарды да жазуға болады. Енді балалар, келесі қадамға өту үшін жалғастыру батырмасын басамыз. Келесі қадамда телефон номерді енгізу керек. Осы жерде телефон номерімізді жазып, келесі қадамға өтеміз. Дәл сол кезде телефонымызға бізге хабарлама келеді. Сол хабарламада көрсетілген кодты енгізу арқылы біз өзіміздің почтамызды аша аламыз. Сосын почтамызды ашып болғаннан кейін балалар, барлық мәліметтерді дұрыстығын тексеруіміз қажет. Енді біз бүгін почтаны ашуды үйрендік, ал келесі сабақта почта қолдануды, қалай хат жіберуді, қалай хат алмасуды үйренетін боламыз. Енді біз бұл беттерді жабайық. Келесі mail.ru почта қызметіне қалай кіріп почтамызды ашатынымызды үйренеміз. Іздеу қатарына mail сөзін жазып іздейміз. Мінекей mail.ru электронды почта қызметінің негізгі бетіндеміз. Дәл осы жерден создать почту батырмасын басу арқылы өзімізге почта аша аламыз. Бірінші қадам, телефон номерді енгізу қажет. Дәл осы жерге өздеріңіздің телефон номерлеріңізді енгізіп, келесі қадамға өте аласыздар. Біз дәл қазір осы жерде бірінші қадамды өткізіп жібереміз. Енді екінші қадам, толық аты жөнімізді жазу қажет. Осы жерде біз жазамыз аты жөнімізді, туылған күнімізді, барлық мәліметтерді енгізіп, мұнда қолданушының аты жөнін жазамыз. Және де құпия сөзді енгіземіз. Ал кеттік. Мұнда Әсел Жандосқызы деп жазайық. Әсел Жандосқызы. Туылған күні 5 мамыр. Туылған жылы 2001. Енді балалар, қолданушының аты жөнін ағылшын тілінде өзіміз жазсақ болады. Әсел нүкте Жандосқызы. Қызы және де 05 деп туылған күнді енгізсек болады. Мінекей, біздің электронды почтамыздың атауы құрылды. Келесі құпия сөз. Мінекей, құпия сөздің сенімділігі мықты болу үшін біз әріптер мен сандарды қолдандық. Және де дұрыстығын тексеру үшін екінші қайта жазамыз. Мінекей балалар, құпия сөздердің екі қатарда да дұрыс екендігі анықталды. Біз құру батырмасын басамыз. Келесі қадам, суретте көрсетілген кодты мұнда көрсетілген қатарға енгізуіміз қажет. 4 саны ағылшын тілінде Е үлкен әріппен, 6 саны, 0 саны, 8 саны және үлкен Т. Жалғастыру батырмасын басамыз. Мінекей балалар, сіздердің алдарыңызда mail.ru электронды почта қызметінің жаңа почта жәшігі ашылды. Балалар,
Дәл осы жерден көріп тұрғандарыңыздай, сол жақ қатарда кіріс шығыс хаттарымен қоса басқа да мәліметтер көрсетілген. Бізге мінекей алғашқы сообщениелер келді, яғни хабарламалар. Бұл балалар біздің ең жиі қолданатын почта қызметтерінің бірі. Ал келесі сабақта хат алмасу және одан басқа да мәліметтермен танысатын боламыз. Дәл бүгін біз сіздермен Gmail және Mail электронды почта қызметтерін пайдаланып, өзімізге электронды почта жәшігін ашуды үйрендік. Енді балалар, сабақты қорытындылау мақсатында біз сіздермен тапсырмалар орындаймыз. Келесі кезекте балалар, бүгінгі тақырыптарға байланысты сұрақтарға жауап берейік. Біз ол үшін балық аулау әдісін қолданамыз. Мұндағы балықтарды аулай отырып, берілген сұрақтарға жауап береміз. Ең бірінші, үлкен қызыл балықты аулайық. Электронды почта дегеніміз не? Алғанеке балалар ойланайық. Иә, дұрыс айтасыздар сіздер. Бүгінгі жаңа сабақта электронды почта дегеннің не екенін үйрендіңіздер, иә балалар? Электронды почта бұл интернет арқылы ақпарат алмасу үшін пайдаланылатын қызмет. Жақсы, келесі кезекте біз екінші балығымызды аулайық. Бізге берілген сұрақ: әлемде қандай электронды почта қызметі кең қолданыста? Иә, дәл қазіргі кезде дүниежүзі бойынша адамдардың басым бөлігі gmail.com электронды почта қызметін қолданады екен. Келесі бізде ең соңғы балық сары балық. Қанекей, сұрағын ашып жауап берейік. Қазақстандық почталық сервер қалай аталады? Алғанеке балалар еске түсіреміз. Әрине дұрыс, қазақстандық почталық сервер mail.kz деп аталады. Жарайсыңдар балалар. Келесі кезекте біз талдап салыстырайық. Дәл осы жерде балалар mail.kz почталық серверінің элементтерін сәйкестендіріп талдау жасайық. Ал енді бірінші қатарда атауы көрсетілген, ал екінші қатарда белгілері көрсетілген. Біз осыларды сәйкестендіруіміз қажет. Бірінші, қолданушы атауы. Ал ойланайық, қайсы қолданушы атауы болды? Әрине дұрыс, Диас сызықша 2010. Келесі, арнайы символ. Қайсы арнайы символ ойланамыз? Әрине дұрыс, арнайы символ мінекей бірінші қатарда көрсетіліп тұр. Келесі, сервер атауы. Бізде соңғы қалған mail.kz бұл сервер атауы. Жарайсыңдар балалар, берілген тапсырмалар сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал енді келесі кезекте біз компьютерде жұмыс жасаймыз. Ол үшін дәл қазір екі топқа бөлініп, бір тобымыз Gmail, екінші тобымыз mail.ru қызметтік почтасына тіркелеміз. Және де тіркеліп болғаннан кейін өзіміздің электронды почтамыздың атауын суретке түсіріп, мұғалімге хабарлаймыз. Тапсырма түсінікті болды ма, оқушылар? Жақсы, жарайсыңдар. Бүгін біз сіздермен электронды почта қызметімен таныстық, және де Gmail, mail.ru электрондық почта қызметтеріне тіркелуді үйрендік. Ал балалар, осы үйренгенімізді іске асырып, өзімізге жеке электронды почта қызметін ашамыз. Және де өздерінің бұл почта жәшіктеріңді ұмытпаңдар, алдағы уақытта керек болады. Ал балалар, бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Ал сіздерге сабақ ұнады ма? Өздеріңіздің көңіл-күйлеріңізді білдіріңіздер. Жақсы балалар, өте қуаныштымын. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.